Мына жердің бәрі пышырлап гүлдеп тұр, түйнектеп отыр. Енді бұл жерде әрқайсысы 10 шақты гүлден ашқан, яғни 10 шақты түйіннен салады. Енді бұның бәрі піседі, бірақ майда болып қалады. Формировка жасамағаннан кейін, сол үшін формировка жасаймыз. Сосын ондай мұрт шығады түбінен. Мінекей, осы мұрт шығып, осындай көшеттерді көбейтесіздер. Осындай мұрттан. Бұны тамыры жаймен атып келатыр тамыр. Бұны стақанға торып салып бастырып қойсаңыздар, бір 2 аптада 20 күнде дайын көшет болады. Немесе мынандай жоқ жерлеріне өйстіп бастырып қойсаңыздар, сымды кішкене сымды қырқып алып, жіңішке сымды қайырып тықып қойсаңыздар, шығып кетпесін деп. Осы жерге тамырлап тез өседі. Кейін мына жерін қырқып сый саласыздар сабағын. Дайын болып қалады, көшет болып. Формировкаға тағы келейік. Формировкаға келетін болсақ, мына жерде 13-14 түйін салған екен. Міне бір цветоносның өзінен. Енді бұлардың бәрі піседі, бірақ майда болып қалады. Сол үшін мына жердегі 5-6 түйін ғана қалдырып, қалған бәрін жұлып сый салу керек. Сонда түйіндер ірі болып өседі. Мына жерде де уже салып отыр. Мына жерде де 5-6 түйінді ғана қалдыратын боламыз.